Bunun mağlubu ne? Sifırlı alem. Demek bizim olacağımız neyle байланысты? Sifırlı alemle байланысты. Endi sizlerin adı, tağda ne öyleyse? Sifırlı alemle neyle байланысты? Olarмен мульт, тамаша, мультик жасау болады. Керемет. Және де ойында жасау болады. Тікелей. Тағы да? Ойыншықтар. Бұның бәрін басын қосқанда біз цифрлы әлем деген сөзді шығарамыз, да? Енді жеке пікірлерін сұрап көрейік. Бізде сыныпта үздік оқушы бар ма? Бәрі. Цифрлық әлем дегеніміз Word форматасында жұмыс істейді және де олар электр заттар. Олармен және де ойыншықтармен мультиктерді құрастыруға болады және ол Цифрлық әлем деген ол телефон, компьютер және де ойыншықтарды ойнауға істеуге болады. Құрметті 143 Медиа ТВ каналының оқырмандары. Бүгінгі біздегі сұрақ: цифрлы әлем дегеніміз не? Цифрлы әлемнің маңызы қандай? Осы сәулелі сұрақтарымызға жауап іздеу барысында бүгін біз 143 мектептің информатика кабинетіне келіп тұрмыз. Ал ендеше құрметті көрермендер, осы сұрақтың жауабын мектебіміздің информатика пәні мұғалімі Тұрсынбай Дәулет ұстазымыздың пікірінен білетін боламыз. Сәлеметсіз бе, Дәулет ұстаз? Бүгінгі сізге қоятын сұрағымыз: цифрлы әлемнің маңызы неде деп ойлайсыз? Бұл компьютерде, интернетте және қауіпсіздіктері бар деп ойлаймын. Интернетті қауіпсіз қолдану цифрлы әлемнің шынайы әлемге қандай қауіп төнуі мүмкін? Бұл сұрақтардың жауабы ретінде пікіріңіз қандай? Менің пікірім, интернет қауіпсіз қолдануда біз оқушылармен шектелейік, мұғалім саласында, білім саласында жүргеннен кейін біздің оқушыларымызды, оларды ата-анасы жағынан контрольда ұстау керек деп ойлаймын. Сондықтан бізде қазіргі YouTube және басқа желілерде оларды тексеретін арнайы программалар бар. Ата-аналарының тексеруінде, бақылауында отыру керек деп ойлаймын. Пікіріңіз өте тамаша, Мақсат ұстаз. Келесі сұрақ, информатика пәнінің мұғалімі жайлау Әділет ұстазға. Әділет ұстаз, сіз қалай ойлайсыз? Цифрлы әлемнің шынайы әлемге қаупі бар ма? Болса, қандай? Әрине, егер де біз цифрлық әлемді дұрыс пайдаланбайтын болсақ, оның зияндары өте көп. Әсіресе мектеп оқушылары әртүрлі өз жасына сай емес атыс шабыс ойындарын ойнайтын болса, оны өмірде іске асырып түрлі қылмысқа барып жатқан балалар да бар. Сол үшін де ата-аналар тарапынан әрине балаларға деген бақылау болу керек. Жаңағыдай родительский контроль дейді ғой, ата-аналық бақылау орнату керек телефонына міндетті түрде. Сонымен қатар балаларға, әрине оқушыларға желілік этикетті үйрету керек, себебі желіде түрлі жаман сөздер жазатын болса, оның әрине салдары болады. Сондықтан да цифрлық әлемде егер өз жасына сай контентті тұтынып, дұрыс пайдаланатын болса, оның пайдасын аламыз, ал керісінше істесек, бізге ол үлкен зиян алып келеді. Құрметті оқырмандар, бүгін біз 143 мектеп қабырғасында информатика пәні мұғалімдерінің пікірін білдік. Қауіпсіздік бұл біздің қалауымыз емес, қауіпсіздік заман талап екенін ескеру.